Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен банановый пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, жұмсақ, пышный болып шығады. Міндетті түрде дайындап, жақындарыңызды қуантып көріңіздер. Ол үшін бізге осындай банан қажет. Свежий банан болса да болады, бірақ менде осы бананды қолдандым. Одан кейін қант, жұмыртқа, разрыхлитель, ұн, сода, сұйық май және де осындай жаңғақтарды ашып дайындап алдым. Жаңғақ немесе шоколадты турап қолдансаңыздар болады. Ең алдымен біз жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз бірыңғай масса болғанша. Венчикпен араластырсаңыздар болады, миксермен де болады. Одан кейін бананымызды шанышқымен осылай майдалап езіп шығамыз. Одан кейін кезекте сұйық майды қосамыз. Банановый массамызға сұйық майды қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Разрыхлитель мен ұнды және де соданы үшеуін жаңағы ұн тұрған ысымызға салып араластырып алыңыздар. Менің жаныма кішкентай қызым келіп көмектесемін деп келді. Сондықтан бұл процесті қызым жасады. Тадам дейді. Енді жоғарыдан төмен қарай бірыңғай әдемі масса болғанша лопаткамен жеткіземіз. Одан соң шоколад немесе осындай жаңғақты қосамыз. Енді противенде қыздырып қоямыз 180 градусқа. Сары маймен формамызды майлап шығамызда банановый пирогымызды формамызға саламыз. Менде диаметрі 21 сантиметр. Осылай орналастырып аламыз. Нәзік әдемі болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.